Құрметті Хазур, менің сұрағым мынадай. Ахмадилік сенім бойынша пайғамбарлық тізбегі тоқтаған жоқ. Не тоқтаған жоқ? Пайғамбарлық тізбегі. Пайғамбарлық тізбегі тоқтаған жоқ дейсіз бе? Иә. Болашақта келетін пайғамбарлар да өздерін Мағди деп атауға құқылы ма? Алдымен, сіз Ахмадилік сенімді тым қысқаша сипаттадыңыз. Егер мен оны солай қабылдасам, онымен бірге көптеген қате түсініктерді де қабылдауға тура келеді. Бұл дұрыс емес. Ахмадилік сенім бойынша шариғат, яғни заңы келетін пайғамбарлыққа келетін болсақ, соңғы шариғатты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әкелген. Енді қиямет күніне дейін шариғат әкелетін пайғамбар келмейді. Құран кәрімнің үкімі соңғы кітап ретінде жалғасатындай, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлардың мөрі, және оның үкімі қиямет күніне дейін жалғасады. Осы екі мағынада оны біз хатамун набиин, пайғамбарлардың мөрі деп түсінеміз. Яғни ол барлық пайғамбарлардан артық, барлық пайғамбарлардан жоғары, және барлық пайғамбарлар арасындағы ең кемел заң, оның шариғаты, әрі оның үкімі қиямет күніне дейін жүреді. Бұл біздің түсінігіміздегі мағына. Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам толықтай бағынышты және оның үмметінде болып, Құран мен ардақты пайғамбардың бұйрықтарының шеңберінде қалып, үмметтегі біреуге пайғамбарлық дәреженің берілуі Құранға қайшы келмейді. Бұл заңсыз емес. Бұл біздің сеніміміз. Бұған дәлел ретінде біз басқа мысалдармен қоса Ниса сүресінің мына аятын келтіреміз. Оны сіздің алдыңызда оқиын. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Кімде-кім Аллаға және елшіге, яғни Мұхаммед Расулуллахқа бағынса, иман келтіру тұрғысынан барлық пайғамбарлар қамтылғанымен, бағыну мәселесінде тек Мұхаммед Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам жеке алынған. Бұл Құран әкелген жаңа заң. Кімде-кім Аллаға және осы елші Мұхаммедке бағынса, яғни бүгіннен кейін кім Аллаға және оның елшісі Мұхаммедке бағынса, міне солар Алла нығмет берген адамдармен бірге болады. Сөзбе-сөз аударғанда, міне солар Алла нығмет берген адамдармен бірге болады. Бұл аяттың мағынасы, кім Аллаға және оның елшісі Мұхаммедке бағынса, олар Алла нығмет берген адамдармен бірге болады. Сөзбе-сөз аударғанда, олармен бірге деген сөз олардың қатарынан деген мағынаны білдіреді. Мен бұны жете түсіндіріп жатырмын. Өйткені осы жерден бастап аударма айырмашылығы басталады. Осы аят бола тұра, үмметтің ішінен шығатын бағынышты пайғамбарлықты табанды түрде жоққа шығарғыш ғұламалар аяттағы маға, бірге сөзін мин, ішінен деген мағынада емес, олардың қатарына кірмейтін, бірақ солармен бірге болатын деген мағынада қолданады. Олар бұл аяттың мағынасы, кім Аллаға және елшіге бағынса, Алла нығмет берген адамдардың қатарында болады дегенді білдірмейді, дейді. Керісінше, олар Алла былай деп жатыр дейді. Оларға нығмет берілмейді, бірақ олар нығмет алғандардың жанында болады. Неге олар бұлай аударады? Өйткені олар өздерінің хатамун набиин түсіндірмесінде Ахмадия жамағатының қарсылығынан қашады. Ахмадия жамағаты бұл аятты өз түсіндірмесінен дәлел ретінде келтіреді. Ахмадия жамағаты осы аятты келтіріп, хатам сөзінің мағынасы, енді барлық нығметтер Мұхаммедтің үмметімен шектелді. Басқа үмметтердің бұлақтары құрғады, басқа пайғамбарлардың кемшіліктері тоқтады деп дәлелдейді. Біз хатам сөзінің осы мағынасын қабылдаймыз.
खत्म का ये Бірақ मतलब मानते हैं ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам нығметі тоқтаған жоқ. Керісінше, оның кеншілігінің бұлақтары тоқтамай ағып жатыр. Бұл біздің аудармамыз. तमाम तर जारी है Олар болса пайғамбарлық кеншілігі адамзат үшін тоқтатылды дейді. Түсіндіңіз бе? Егер олардың мағынасын қабылдасақ, онда бұл аятта қарама-қайшылық болады. Бұл аят айтады, кім Аллаға және оның елшісіне бағынса, міне солар Алла нығмет бергендермен бірге болады. Қазір мен бірге сөзін талқылаудың орнына оның мағынасын оқып берейін. करेगा फ़उलाइका माल्लज़ीना अन्नमल्लाहु अलैहिम Бұл солар Алла нығмет берген адамдармен бірге болады дегенді білдіреді. माना पढ़ देता हूँ Бірақ мәға, яғни бірге сөзінің мин, яғни ішінен деген мағынасы да бар екенін бәрі мойындайды. लेकिन माँ का माना मिन Мұнда мин бе, әлде мәғ әл-хайр, басқалармен бірге мағынасы ма? Осы аяттың өзі түсіндіреді. आयत खुद तशरीह Олар оқымайтын нәрсені әрі қарай оқып берейін. हुआ है Минан нәбиин, яғни пайғамбарлардан, मान नबी мәғән нәбиин, яғни пайғамбарлармен бірге деп айтылмаған. Яғни бұл қате түсінікті Құран аятының өзі мәңгілікке жойып тұр. Мәға сөзінің мағынасын басқа болу деп түсінбеңіздер. Яғни басқа бола тұра сол топпен бірге болады деп. Алла тағала мәға сөзін түсіндіргенде मिनन नबीयीना пайғамбарлардан, वस्सिद्दीकीना шыншылдардан, में से वशुहदाए шәһидтерден, में से वस्सालिहीना और ізгі адамдардан деп айтқан. Екінші мәселе, егер бұл түсіндірме оларға қолайлы болмаса, және мәғ сөзінің бірге болу, бірақ араласпау деген мағынасында болуын қаласа, онда тек пайғамбарлық қана емес, шыншылдық та, шәһиддік те, ізгілік те тоқтатылған болады. Өйткені мұндағы мәға сөзі бәрін қамтып тұр. Олардың арасына ешқандай айырмашылық жасамайды. माल्लज़ीना अन्नमल्लाहु अलैहिम ए मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफीका Олар हसुना उलाइका रफीका से Хасуна улейка рафиқа. Олар қандай жақсы жолдастар сөзінен өз пайдасына тағы бір қорытынды жасайды. Оны да түсіндіру қажет. Әйтпесе олар сізге кейін бірдеңе айтып қалар. Сонда сіз мені қайдан іздеп табасыз? सुन लीजिए Олар былай дейді, қараңыз, Алла тағала бұлардың жолдас ретінде жақсы адамдар екенін айтады. Сондай болу, солардың қатарынан болу міндетті емес. Бірақ олармен достық жақсы, олардың қасында болу жақсы. Бірақ бірге болу деген құрмет кімге беріліп жатқанын олар ойламайды. हसुना उलाइका रफीका में Ва хасуна улейка рофиқа сөзінде, егер Мұхаммед үмметінен бұрын өткен пайғамбарлар, шыншылдар, шәһидтер және салиқалы адамдар болса, онда мағынасы мынадай. Мұхаммед үмметінің құрметі сол, Алла оларға солармен бірге болу мәртебесін берген. कि उनकी Мен бұл аударманы Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам қорлау және оған құрметсіздік білдіру деп санаймын. Менің ойымша, мағына мүлдем керісінше. मेरे मेरे तर्जुमे के साथ चल रहा है Ол мынадай. Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үмметінде пайғамбарлар мен шыншылдардың болуы үммет үшін құрмет. एजाज है Ал солардың тек қана қасында болуы үммет үшін құрмет емес. Сондықтан минен нәбиин сөзінің мағынасы мин, яғни ішінен, солардың арасынан болып табылады. माना भी मिन ही हुआ Ал мәғ сөзінің мағынасы да жақсы адамдар туралы айтылғанда мин болады. ये बात Ғұламалар оны жасырады, алайда Құран оларға бұны жақсы түсіндірген. खूब खोल रहा है मसलन तमाम Мысалы, барлық ғұламалар Құраннан мына дұғаны оқиды. के वतवफ़ना माल अबरार Осы дұға Құранда үйретілген. Бұл дұға не дейді? तवफ़ना माल अबरार О Алла, бізге ізгілермен бірге өлім бер. Түсіндіңіз бе? Олар бұны қалай аударар еді? Бізді ізгі адам етпе, бірақ бір ізгі адам өлетін болса, бізді де сонымен қоса өлтір дегенді білдіреді ме? Бұл Құранның биік мәртебелі мағыналарын келеке ету болады. Мәға сөзі жоғары топқа қатысты айтылғанда, оның мағынасы мин, яғни олардың ішінен болады. कुरान Құран шыншылдармен бірге болыңдар дейді.
Бұл уа Мұхаммедтің үмметті шыншылдармен жай ғана бірге болыңдар. Шындықты айтпасаңдар да болады, бірақ шыншыл адамдардың қасында отырыңдар. Бұл сендер үшін жеткілікті дегені ме? Сондықтан рухани артықшылығы жоғары тобымен байланыс орнатылып жатқан барлық жерде мәғ сөзінің мағынасы мен, яғни олардың ішінен болады. Құран кәрім өте көркем және шешен сөздерге толы болғандықтан және болашаққа көз тігетіндіктен мәғ деп айтып мен деген аудармасын да өзі жасап берген. Сол себепті бұл аударма бойынша Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам үмметі арасынан Алла осы 4 дәрежеден қайсысын кімге лайық деп санаса, соны беру мүмкіндігі ашық. Бірақ бұл дәреже өзінің кемел дәрежесіне дейін қаншасына берілер, бұны шешу ешбір адамның қолынан келмейді. Тек Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам нұсқауларының жарығында ғана бұл мәселені шешуге болады. Өделген мәсіхтің ұстанымы мынадай болған. Қараңыз, үмметтен шығатын пайғамбар туралы Құранда нақты дәлелдер бар. Және пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам айтқан пайғамбарлықтары да бар. Бірақ кім мен үмметтен шыққан пайғамбармын десе, оның міндеті өз қолдауына Құран аяттарында хадистерді де келтіру. Оның өз қолдауына келтірген хадистердің бірі мынадай. Бір жағынан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келетін мәсіх туралы айта отырып, мәсіх келеді деп. Менің және оның арасында ешбір пайғамбар болмайды деген. Бұның мағынасы менен кейін пайғамбар жоқ деген хадистің түсіндірмесін ашып берген. Сонымен қатар Хатамун Набиин сөзінің түсіндірмесін де өзі берген. Пайғамбар дәрежесін алатын адам мені мен мәсіхтің арасында болмайды. Бірақ пайғамбар Иса, яғни үмметке өделінген мәсіх бұдан тыс. Ол міндетті түрде пайғамбар дәрежесін алады. Соның растауы ретінде ол Муслимнің хадисін келтірді. Онда келетін мәсіхтің анық және нақты сипаттамасы берілген. Хадисте, яғни Алланың пайғамбары Иса деген сөздер қолданылған. Иса Набиулла мынаны істейді, содан кейін Иса Набиулла ананы істейді деп бір хадисте 4 рет қайталанады. Бұрын өмірден өткен Исаны емес, келетін Исаны Набиулла, яғни Алланың пайғамбары деп атаған. Осылайша өделенген мәсіх Иса былай деп мәлімдеді. Менің талабыма келетін болсақ, ол осы хадис пен Құран аяттарына қайшы келмейді. Мен үмметтік пайғамбарлықты талап еткен кезде, сонымен қатар өделенген мәсіхтің де талабын орындадым. Ешбір мәсіх шын мәсіх болып дәлелдене алмайды, егер ол ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам айтқанына сәйкес пайғамбарлықты да талап етпесе. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл екеуін бір-бірімен байланыстырып қойған. Сондықтан ғұламалардан сұраңыз, сіздер мәсіхті теріске шығарып жатырсыздар. Себебі ол пайғамбарлықты талап етті. Ал егер ол пайғамбарлықтан бас тартса, сіздер оған қарсы осы хадисті қояр едіңіздер. Сен қалайша шын мәсіх бола аласың? Мұхаммед Расулулла саллаллаху алейхи уассалам мәсіхті Алланың пайғамбары деп атаған дер едіңіздер. Сіздер оған ана жаққа да, мына жаққа да аяқ басуға мүмкіндік бермейсіздер. Шындық мынада, егер қайшылық болса, ол тек олардың ойларында. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам айтқан пайғамбарлықтарында ешқандай қайшылықтар жоқ. Барлық хадистер бір-бірімен байланысты, бірін-бірі түсіндіреді, бір-біріне сәйкес келеді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам «Ла набия бағди» менен кейін пайғамбар жоқ деп айтқан. Сонымен бірге, менің және оның арасында пайғамбар болмайды деп те айтқан. Бұны «Ла наби» пайғамбар жоқ дегенім қатарына қоспау керек. Өйткені келетін мәсіх міндетті түрде пайғамбар болады. Содан кейін ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны еске алып, оны Набиулла, Алланың пайғамбары деп атады. Сондықтан өделенген мәсіхтің ұстанымы мынадай болды. Мен өз құқығымда
Құран мен хадистің дәлелдерін келтіріп отырмын. Бірақ егер үмметтік пайғамбарлық келе алатын болса, ол тек менімен ғана шектелмеген, болашақта да келе алады. Өйткені Алла бұл кеңшілікті тоқтатпайды. Егер біреу Алланың көзқарасы бойынша мәсіхтік немесе пайғамбарлық мәртебеге лайық болса, Алланың қолын ешкім байлай алмайды. Жалғыз шарт ол Алланың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам толық мойынсұнушы болуы керек. Жаңа шариғат әкелмеуі керек, шариғатта өзгеріс жасамауы керек, және пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бұйрығынан шығуға батылдық жасамауы керек. Бірақ шешім қабылдау Алланың ісі. Сондықтан егер болашақта да біреу келетін болса, біріншісін қабылдағандар оны да қабылдайды. Бірақ алғашқысын жоққа шығарғандар үшін келесісін қабылдау өте қиын болады. Мысалы, яһудилер алғашқы мәсіхті жоққа шығарды. Содан кейін Мұхаммед пайғамбарды да қабылдамады. Сондықтан олардың үлкен қауымы, яғни басым көпшілігі құр қалды. Өйткені алғашқыда бірін жоққа шығарып қойған олар кейінгісінен де бас тартты. Мәсіхшілер Мұхаммед Расулулланы саллаллаху алейхи уассалам жоққа шығарды, және келген екінші мәсіхті де жоққа шығарды. Сондықтан Мұхаммед Расулулланың үмметі осы мәселені мұқият қарастыруы керек. Келетіндер Алладан келгенде, олар сый ретінде келеді, қарғыс ретінде емес. Сондықтан келушіні қарғысқа ұшыраған деп жариялау, немесе мен Алладан келдім деп талап еткен адамға қарғыс айтып жоққа шығару, және үмметте біреу пайғамбар болуға талап етсе, біз бұл сұмдықты көтере алмаймыз деп дүрбелең туғызу дұрыс емес. Егер біреу шайтан екенін мәлімдесе, олар оны қабылдайды. Егер біреу дәжжал екенін мәлімдесе, оны қуанышпен қабылдайды. Бірақ Алла нығмет деп атаған, және барлық нығметтердің ішіндегі ең жоғарғысы деп саналатын пайғамбарлықты олар қарғыс деп түсінеді. Бұл яһудилердің шариғатты қарғыс деп санағанына ұқсайды. Олардың біраз түзетуі болған. Кейін әулие Паул келді де шариғатты толығымен алып тастады. Оны қарғыс деп жариялады. Сондықтан қарғыс деп жариялаудан бұрын ойланыңыздар, нені қарғыс деп атап жатқандарыңызды. Алла оны нығмет дейді, ал сіздер қарғыс дейсіздер. Әрине, осы адам бұл нығметке лайықты емес секілді деп айтуға құқығыңыз бар. Бірақ нығметті талап еткен адамды қарғысқа ұшыраған деп айту, бұл ақылға және кітаптың үкіміне қайшы келеді. Жақсы, осымен аяқтайық.